Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәп-нәзік апельсин қосылған королевский салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, видеодағыдай ұзынша етіп соломка етіп турап аламыз. Екінші, алдын ала жуып кептірілген кабачогымызды тураймыз. Қиярымызды турап шығамыз, яғни огурцымызды. Қызыл бұрышымызды турайтын боламыз. Алдын ала қызып тұрған сковородкамызға сұйық майымызды құйып, турап алған тауықтың төс етін қуыратын боламыз. Енді чесногымызды кубиктеп турап шығамыз, я болмаса майдалап турасаңыздар да болады. Имбиріміздің қабығын ашып, оны да кубиктеп, я болмаса ұзынша етіп турап, қуырылып атқан тауықтың етін жанына қосып бірге қуырамыз. Енді алдын ала турап алған кабачогымызды саламыз. 2-3 минуттай қуырып аламыз. Енді міндетті түрде апельсиніміздің суын қосамыз. Дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш себеміз. Және 2-3 минут қуырылып алған соң апельсинімізді алып тастаймыз. Дайын болған салатымызды үлкен ыдысымызға салып, алдын ала жуып, кептірілген салат жапырағын қолымыздың көмегімен үзіп дайындаймыз видеодағыдай. Енді дайын болған салатымызды тарелкамызға салып, апельсиніміздің қабығын видеодағыдай ашимыз. Және апельсинімізді пышақтың көмегімен кесіп, бетіне қойып шығатын боламыз. Енді салатымыздың бетіне оформленияға кедровый жаңғақ салдым. Сіздер грецкий жаңғақ салсаңыздар болады. Және ең бетіне бальзамический крем септім. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдеуге болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға қатысты өз пікірлеріңіз болса, комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта осындай керемет қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнамаға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.